ата-аналар, дарынды оқушыларға арналған жаңа конференц-залымызға қош келдіңіздер. Дарынды оқушы, кемел келешек кемеңгері. Қайырлы күн. Біздің жаңа конференц-залға қош келдіңіздер. Біз сізді осы заманауи және жайлы кеңістікте қарсы алуға қуаныштымыз. Дұрыс айтасың. Бұл конференциялық зал әрбір баланың қабілеттерін ашу, шығармашылыққа қолдау көрсету, интеллигент пен көшбасшылықты дамыту арқылы болашақ жұлдыздарды тәрбиелеуге көмектесетін орын. Бұл орын тек іс-шараларға арналған емес. Мұнда оқушылар түрлі байқауларға, олимпиадаларға, қойылымдарға, презентацияларға дайындала алады. Бұл даму шығармашылық және қарым-қатынас үшін әмбебап орын. Домбыра мен айтыс оқушының ұлттық рухын, өнерге деген сүйіспеншілігін білдіреді. Домбыра әуен арқылы сезімді оятса, ал айтыс ой өрісін, тіл байлығын дамытады. Алдарыңызда Қайырбек Тамирис, біздің Қабден атамызға арнап жазған өзінің арнауымен. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар. Бұл мен өзімнен арнап шығарған Қабден атамызға арналған өзімнен арнауым. Қабыл алыңыздар. Ұлытаудың төсінде өскен ұларман, Малшыбайдан түлеп ұшқан нұрлы таң. Жезқазғанның жүрегінде жарқырап білімі мен болашаққа жол салған. Мектеп үшін арналды бар ғұмырын, шәкірттерін сенің мәңгі жүріңін. Қарапайым әділ асқақ бейнеңде төрінде тұр мектеп қабырғасының. Елдің алғыс сөзінде, ұстаз болдың ел сүйсінген өзінде, нөмірі 5-ші мектептен жүрген ізінде, салып кеткен сара жолдың кезінде. Қабден аға аяулы ұстаз ардақтыл, есіміңді ұмытпайды елің бұл. Жарқырайды сәулеңдей боп өзіңнің, мектебіңнің төбесінде алтын нұр. Молодец.